Сәлеметсіздер ме? Әсел Үмбет каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздің Тым бөлек подкастының кезекті жазылымы эпизодын түсірейін деп жатырмыз, және біздің мәртебелі қонағымыз 6 жылдық тәжірибесі бар ағылшын тілі мұғалімі Сәуле ханым. Қош келдіңіз. Рахмет, сәлем баршаңызға. Есімім Сәуле Әлихан-қызы, және бүгін сіздің подкастыңыздың қонағы болуыма өте қуанып отырмын. Құтты болсын деген. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Керемет. Көп жаңалықтар болып жатыр екен, сіздің өміріңізде. Сіз көптен бері офлайнда жұмыс істеп жүрген мұғалімдердің бірісіз, бірақ қазіргі кезде сіз онлайн мұғалім болып ауысқансыз. Қалай келдіңіз? Не мотивировать етті сізге? Бір айдай болды, онлайн беріп жүрмін. Өзім 5-6 жылдай оқу орталығында сабақ бердім, және осы көктемнен бері ойлап жүргенмін, неге онлайнға ауыспасқа деп. Бірақ өзім онлайнды осы карантиннен бері беріп жүрмін, яғни офлайнмен бірге қосымша алып келе жатқанмын. И ойлап жүрдім көктемде осы онлайнға ауыссам екен, бірақ ешбір бастай алмай жүргенмін. Бірақ қуанышыма орай сіздің Teaching онлайн курсыңызға қатысып жаздам. Содан мотивация алып, маған керек болып жүрген сөздерді сізден естідім сол кезде. Және де әріптестерімнің жетістіктеріне қарап, солардың әңгімелерін естіп, бір өзіме мотивация алдым. Сәуле, болды, міне, бастау керексің, нағыз саған керек сөздерді естідің, көрдің, одан басқа саған не керек деп. Содан бастап, дайындықты бастап кеттім. Бірақ мен ойлағандай бәрі оңай болған жоқ, әрине. Жаңа сізден мотивация алдым, ары қарай бастадым, бірақ онлайнға көшкеннен кейін әрине де бізде Instagram аккаунт дайын болу керек. Оған жаңа рилстар түсіріп, яғни студенттер жинау керек болды. Біраз қиыншылықтар болды кішкене басында. Содан кейін рилстар түсіріп деген сияқты солай жұмыс жасап бастап кеттім. Және осы октябрь айынан бастап онлайнға ауыстым, бірақ бір кемшілігім болды. Сол кезде онлайн бастаған кезде мен жұмыс кестесін дұрыс құрмаған екенмін сол кезде. Өйткені жаңағыдай менде сабақтарым шашыраңқы болды. Және де өзіме деген уақытым болмады. Баста мен ойлағам ғой, онлайнға көшсем, өзіме деген уақыт көп болады. Менікі расписанием, жұмыс кестесі шашыраңқы болып кетті. Сол бір қателіктерім бірі болды. Бірақ кейіннен 1-2 апта өзіме келе алмай жүрдім. Бірақ жайлап жұмыс кестесін туралағаннан кейін, өзіме уақыт бөліне бастағаннан кейін, уже менде мотивация болды. Міне Сәуле, сенің ойлағаның болып жатыр, онлайнға көштің. Жұмыс кестең реттеліп жатыр, енді өзіңе де уақыт бөле аласың деген уже менде мотивация болды. Жаңа нәрсе, өзімнің қызығушылықтарыма көңіл бөлу. Сондай. Прям күшті трансформация болыпты, сізде. Енді бұл жерде сұрақ, неге офлайннан кетуге мәжбүр болдыңыз? Не түрткі болды кетуіңізге? Енді офлайнда жаңа айтқанымда 5-6 жылдай жұмыс істедім, English Шымкент курсында. Енді ол жерде, яғни күнделікті бір рутина болып кетті, шынымды айтсам, бір содан кейін өзіме жаңағы еркіндік керек болды, жаңағыдай жеке жұмыс жасағым келді. И сондықтан онлайн маған қызығырақ болды. Содан кейін жаңағы саяхаттасаң да, өзім жылына 1-2 рет саяхаттап тұрам, сондықтан кез келген жерде жүрсең онлайн бере бересің. Сол артықшылығы, сол үшін ұнады, сондықтан онлайнға көшейін деп ойлап жүргем, бірақ ары қарай мотивация болмай қалды ғой сізге жұмыс істеуге, жаңағындай. Ол жерде де жаңағы жалақы туралы да айтсақ болатын сияқты, ол жерде уже жалақы да сіз ойлағандай болған жоқ, көтеріле қойған жоқ. Сондықтан да мотивация да мүмкін түсіп кеткен шығар. Сондан жаңағыдай енді өзіңе істесең, жеке жұмыс жасасаң, онлайн істесең, енді жалақың да өседі деген сияқты. Жаңа мотивация демекші, шынымен де мотивацияның негізі рөлі өте үлкен, қандай да бір істі бастаған кезде, бірақ және сізбен бірге сол Teaching онлайн негізі курсында көптеген біздің әріптестер қатысты, бір 50 шақты әріптестер болған шығар. Енді оның барлығы да қазір өздерінің жемістерін көрсетіп, мықты қазір жұмыс істеп жатыр. Бірақ ішінде де сонымен қатар бастап кетіп, сол мотивация ұрып тұр, рахмет деп бастап кеткендер, бірақ ары қарай жалғастыра алмай қалған адамдар бар да, мысалға. Бірақ сіздің жағдайыңызда қалай ары қарай алып кеттіңіз? Енді жаңада айтқандай, сіздің курсыңыз ықпал етті оған. Бірден бір, сол жерде жаңа сіздің сөздеріңіз, қазір бастамасаң қашан бастайсың? Былтыр бастағандар уже биыл
жемістерін көріп жатыр Иә, деген иә. сияқты. Сондықтан келесі жылы тағы да еш нәрсесіз қалмау үшін, жаңа өкініп қалмау үшін биыл міне осы сіздерге сәт деген сол сіздің қанатты сөздеріңіз маған бір әсерін тигізді. Вау. Бірден видео түсіріп, жаңағы өзімнің подписчиктеріме жаңағыдай болды онлайнға ауысамын, менен хабар күтіңіздер, мені қолдаңыздар деп бірден видео түсіріп жібердім. Супер. Сол да бір түрткі болды, өйткені жаңағы маған адамдар жазып қашан түсіресің енді сіз де жазып жүрдіңіз. Блогер ханым қайдасыз деп іздей бастады. Содан мотивация алдым бірден бір. Одан кейін жаңағы студенттерім де өзімнің жаңағыдай апай онлайн деген едіңіз қашан ашылады деген сияқты. Соңғы кездері мен 1-2 ай болды мүлде жарнама бермей қойғам негізінде отбасылық жағдайларға байланысты. Бірақ студенттерім іздеп жаңағыдай апай онлайнға оқытам деген едіңіз қалай болады деп солар да бір шетінен мотивация берді маған студенттерім. Апай бастайық та осылай істейік, созып бастадым енді. Керемет. Енді студенттерім жан жақтан апай болсаңызшы бастайық деп, енді студенттердің де жаңағы сөздері, сіздің де сөздеріңіз, жақындарымның да сөздері маған түрткі болып осы онлайн форматқа ауыстым. Толыққанды 1 айдай болды. Иә, вау, керемет. Енді бұл жерде жаңағы мотивацияның отының өшпеуінің де өзінің себептері бар, бірақ ол да жаңа өзіңіз айтқандай біраз қиыншылықтарды көрдіңіз, иә. Жаңа бірақ сол жерде қоя салайыншы деген ой болмады ма? Қойшы өзім офлайнға бара салайыншы. Не керек бар еді осы онлайнға өтіп дегендей. Енді болды бір шетінен, бірақ уже бастап қойғаннан кейін қайтарға жол жоқ, айтып қойғанмын. Жаңағыдай көктемнен бастап жайлап уже айтып жүргенмін жақындарыма, туыстарыма деген сияқты достарыма айтып жүргем. Енді оның үстіне инстаграмға видео салғаннан кейін болды онлайнға ауысамын жаңағыдай деп айтқаннан кейін енді артқа шегінер жол болмады. Тек қана алға. Иә, сосын адамдардың, тыңдармандардың, жаңа оқушылардың сол жердегі 40 шақты әріптестердің қолдауы мықты болды, иә, негізі өте керемет болды. Енді 3 ай бойы бізде интенсив болды ғой негізі. Әр рилс саған сайын жаңағы бір-бірімізге қолдау көрсетіп отырдық мұғалімдер, иә, бір сондай қауымдастық болды. Мұғалімдердің қауымдастығы Телеграм каналында өте бір керемет болды. Мотивация берді. Иә, мотивация беріп бір-бірімізге. Енді давайте осы мотивация туралы кішкене тереңірек сөйлесек, иә. Біз білеміз, иә, мотивация деген бұл қазіргі кездегі прям топовый сөздердің бәрі ғой, барлығы келеді. Маған мотивация беріңізші, мен бір нәрсені бастай алмай жүрмін. Мен сондай сөздер түсінбеймін да. Бірақ ол мотивацияны толыққанды мотивацияның табиғатын түсіну үшін біз негізі мотивацияның да 2 түрі болатынын айта кету керек. Өткенде біз сөйлескен кезде сіз айттыңыз, менде жаңағы басында жаңағы сыртқы факторлар маған әсер етті деп айттыңыз, кейін все-таки бірақ ары қарай алып кетуіме менің ішкі мотивациям өте қатты әсер етті дедіңіз. Сол айтып өткендей бізде мотивацияның 2 түрі бар, бірақ одан да бөлек түрлері көп, ол туралы әлі де айтып жатамыз. Бірақ қазір біз жаңағы ішкі және сыртқы мотивация туралы айтайық, иә. Ішкі мотивация туралы не айта аласыз? Ішкі мотивация ол сіздің қызығушылықтарыңызға, құндылықтарыңызға негізделген. Яғни өмірлік мақсаттарыңызға жету үшін сізде ішкі мотивация болу керек, және де ішкі мотивация ұзақ мерзімге негізделген. Яғни өзіңіздің қызығушылықтарыңызға негізделе отырып, өмірлік мақсаттарыңызға жету. Иә, өте керемет. То есть бұл жерде белгілі бір мақсат болады, сол мақсатқа жету үшін сізге ешқандай ішкі сыртқы фактор әсер етпейді, тек қана өзіңіздің құштарлығыңыз, сіздің бір алға қойған бір қандай да бір мақсаттарыңыз, құндылықтарыңыз, өзіңіздің бір қандай да бір үлкен бір big idea деп айтады ғой, сол нәрсеге сеніміңіз сізге сол бір қандай да бір мақсатқа жетіп, соның жемісін көруге түрткі болады, иә? Өте керемет. Окей. Енді келесі бізде жаңағы айтып өткендей сыртқы мотивация. Енді сыртқы мотивация ол сізді жаңағы алға жетелеуге әсер ететін сыртқы факторлар, ол ынталандыру жүйесі, не болмаса жаңағы сыртқы адамдардың жаңағы сізге қолдауы десек болады. Сөздері жаңағы айтып отырмын ғой, сіздің маған берген сөздеріңіз жаңа түрткі болды деген сияқты сыртқы мотивация. Енді сыртқы мотивация ол ішкі мотивация сияқты ұзақ уақытқа емес, қысқа не болмаса орта мерзімді мақсаттарға негізделген. Иә, бұл жерде өте айтып кететін маңызды нәрсе бар. Жаңағы сыртқы мотивация деп айтып отырмыз, ол бұл көбінесе бір мысал ретінде мысалға оқушыларды айтсақ болады, иә. Қандай да бір оқушы мысалға сыртқы факторларға
негізделіп кейбір жаңағы оқу барысында баға алу үшін жаңағы сыртқы факторларға жаңағы dependent болады. Зависимый болады да, ол жаңағы біреудің айтқан сөздеріне деген сияқты қолдауына. Ата-анасына жаңағындай көрсеткісі келеді, сол жақсы баға алғысы келеді, өйткені жаңағы ата-анасы оны қолдайды, мақтауы мүмкін, сондай бір нәрселерге негізделуі мүмкін. Ал жаңағы сыйақыда. Сыйақы, марапатқа құштар болады. Міндетті түрде, ал егерде жаңағы ішкі мотивация жоғарырақ болатын болса, онда оған ешқандай да марапат керек емес, өзімен өзі оқып, өзінің қызығушылығының арқасында ол ары қарай мысалы мықты оқи береді, Окей. Енді біз айтып өткендей, жаңағы ішкі мотивацияның да бірнеше субтиптері, түрлері болады екен. Сол субтитрлерді түрлерді білген кезде, субтиптерді білген кезде біз негізгі біздің мотивациямыз қайдан шығады, қайдан пайда болады, және бізге ол қандай бір факторлар қалай әсер ететінін түсінуге болады екен. Ең бірінші ол мотивацияның түрі, жаңағы ішкі мотивацияның субтиптерінің біріншісі ол жаңағы learning motivation, яғни ол иногда кейде оны competence motivation деп те айтады екен. Ол туралы не айтамыз? Ол сіздің айтып жатқаныңыз жаңа оқуға деген мотивация, оқуға деген құштарлық. Егер сіз алдын бір нәрсе жасамаған болсаңыз және оған қызығып жүрсеңіз, соны бастаудың бірден бір түрі осы оқу мотивациясы. Не болмаса сіз жасап жүрген нәрсені одан да ары жаңағы жүйелендіру арқасында, жақсарту арқасында тоже осы оқу мотивациясын қолдансаңыз болады. Мысалға мысалға келтіретін болсам, өзім ағылшын тілі мұғалімін. Әркез жаңағы ізденіс үстінде болуды өзім ұнатамын. Сондықтан 2020-дан бері сіздің курстарыңызға тоқтамай C1, C5 барлық курстарға қатысып, оның алдында сіздердің марафондарыңызға арасында қатысып, яғни бұл жерде өзімнің қабілетімді одан да ары қарай жақсарту мақсатында сіздің курстарыңызға қатысып жүйелі түрде әрдайым ізденіс үстінде болуға тырысамын. Бұл жерде іштей бір нәрсені үйрену. Бұл жерде өзіңіз, ешкім сізге жаңағы мынаны үйрен деп түрткі болмайды, басыңыздан қадағалап тұрмайды, сіз өзіңіздің құштарлығыңыз бар, өзіңіздің бір ішкі бір қандай да бір желаниеңіз болады, соны қызығушылығыңызды одан сайын өзіңіздің қандай да бір дағдыңызды мықтырақ ету үшін сіз всегда бір нәрсені үйренуге тырысып жүресіз. Қандай да бір дағдыңызды одан сайын күшті етіп, осыны жандандырып, осыдан бір кәсіби күшті бір мықты бір қандай да бір тренингтерге қатысып, солардан өзіңіз өсуге тырысасыз. Бұл өте маңызды, өйткені ол қызығушылық, бір жаңа нәрсені бір үйрену, бір мотивациясы. Келесі мотивацияның түрлерінің бірі ол бізде жаңағы қарым-қатынас, attitude motivation деп аталады. Ол туралы не айтамыз? Енді бұл жерде мұғалімнің деген оқушыға деген қарым-қатынасы болуы мүмкін. Не болмаса әр адам жаңағы позитивті жүру керек. Яғни адамдарға деген қатынасы өте позитивті болу керек, және өзі позитивті жүру керек, айналасындағы адамдарға позитив сыйлай білу керек. Және де позитив сыйлау арқылы ол адамды ынталандырады. Яғни жақсы қарым-қатынаста болуға, белгілі бір жетістіктерге жетуге итермелейді. Бұл жерде кейбір адамдарға болады ғой, кейбір адамдардың қасына жолап кетсең, позитив ұрып тұрады. Ол адамдар, ол позитивный адамдар, ол сол адамдарға сол позитив күйін сыйлаудан мотивация алады. Мысалға кейбір, мен өзімнің тренерімді айтсам болады, ол тренировкаға барған кезде ол позитивный, сен одан сайын бүкіл тренировкаңды күшті 100% істеуге көмектеседі, и ол өзі сондай бір мотивация бергеннен өте бір күшті бір ләззат алады. Ондай адамдар, оларға да ешкім түрткі болмайды, ондай позитивный болу үшін, ол өздері сондай. Өздері, энергияларын шашып, жан-жақтағы адамдарды қуаттандырып жүреді. Сондай. Энергия шашып жүретін адамдар, сол үшін өте жақсы бір мотивацияның түрі қарым-қатынас. Келесі бізде үшінші мотивацияның түрі, ол achievement motivation, ол жаңағы жетістік. Жетістік мотивациясы. Ол не? Жетістік мотивациясы кейбіреулерге процесс емес, жеткен жетістіктері маңызды болады. Яғни бірінші болып жету мақсаттарына, финишқа бірінші болып келу, сол адамдарды ынталандырады, яғни жетістікке жету.
мысалға өзіміздің студенттерден байқаймыз ғой, жаңа тезірек оқып бітірсек, Иә, сертификат алсақ деп жатады ғой тоже. Жетістікке жету оларда жаңағы бірінші орында тұрады. Яғни сол арқылы өздеріне мотивация алады. Бір іс бітірдім, екінші іс бітірдім деген сияқты өздеріне мотивация алады сол арқылы. Иә, оларға процесс мүлдем қызық емес, бірақ тек қана жетістік. Жаңағы қанада бір курсты бітірген екен, сертификат алу, тез кітапты бітіріп тастасам, солай мотивация алу мүмкін, бірақ енді өте қиын мотивацияның түрі деп айта аламын, бірақ енді ол да мықты мотивациялардың бірі болып табылады. Мысалға, жаңа жүгірген кезде ол жаңа финишке жетуді ойлайды, ал бірақ ар жағындағы қандай да бір мақсат болмауы мүмкін. Тек қана финишке жетуді ойлауы мүмкін. Қандай да бір жетістікке жетіп, соның бір дәмін сезсем, сол күйді сезінсем деген бір ой ғана болуы мүмкін. Көп студенттерде сондай болады, яғни elementary бітірдім деген сияқты өздеріне үлкен бір жетістік, пре бітірдім, аппер әр деңгейге өткен сайын оларға да бір жетістік өте студенттерді мотивацияландырады. Иә, дұрыс айтасыз. Окей. Келесі бізде 4-ші типі мотивацияның бұл creative motivation, яғни шығармашылыққа негізделген мотивация. Енді бұл жерде шығармашылық мотивациясы көбінесе шектемеу. Жаңа көбінесе сыртқы адамдар шектейді жаңағы. Мұғалімдер болсын, мысалы мектепте жұмыс жасаса, бастық тарапынан болуы мүмкін, шектеулер болуы мүмкін. Сондықтан мотивация, бұл шығармашылық мотивациясы еркіндік беру адамдарға. Яғни адамдарда еркіндік, бостандық болған кезде олар өздерінің ойларына шек бермейді. Кез келген проекті болсын, яғни олар бар қырынан көрсетуге тырысады өздерін. Сол үшін шектемеу керек біз өзімізді. Мысалға, осы сіздің де тоже Миро курсыңызға қатыстым көктемде. Я өзімнің сабақтарыма енгізе бастадым. Осы онлайн сабақтарыма, осы жақында толыққанды топтық сабақтарымды осы Миромен өтіп жүрмін. И Мироның ұнайтын жері өзіңізге жаңа шек қоймайсыз ғой. Сабағыңызды түрлендіріп өтуге болады. Сол жағынан ұнайды маған Миро. Жаңағындай сабақты түрлендірген сайын өзіме бір мотивациялы, вау, Саулешка, молодец, күшті жасап жатсың деп өз-өзімді мақтап жаңағы шығармашылық жағын дамытуға өте сол Миро маған өзіме жақсы әсер етіп жатыр деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Шығармашылық өте маңызды ғой. Мысалы, кейбір жаңағы организацияларда, кейбір жұмыста, адамдарды жаңағы микро не деп айтады оларды, микроменеджмент деген нәрсе бар, ол жаңағы бастығы любой нәрсеге араласа береді. Әрбір жаңа, сен мынаны былай істеу керексің, сен былай істе, жоқ, өзгертуге болмайды, тек қана былай істе, менің айтқанымша істе. Ондай адамдар шығармашылыққа негізделген мотивация арқылы от алып жүретін адамдар ол жерде жұмыс істей алмайды, өйткені ол өздерін тұншыққандығын сезетте, олар сол жерден тез кеткісі келеді. Ол мықты маман болса, ол жаңағы микроменеджмент бостың жаңағы әсерінен ол сол жұмыстан кетіп қалуы мүмкін, өйткені оған шығармашылық керек, еркіндік керек. Сондықтан да бұл өте маңызды. Егер де сондай шығармашылыққа негізделген мотивациямен от алып жүрген адамды көрсеңіздер, шығармашылыққа кішкене бейімделген адамды көрсеңіздер, ол адамды тұншықтырудың қажеті жоқ, наоборот, оларға жаңағы көпшік қойып, оларға жаңағы саған свобода, не істесең осы. Мен мысалға өзімнің жан-жақты ашылуына көмектеседі ғой адамның, егер еркіндік берілсе. Иә, дұрыс айтасыз. Мысалға мен өзімнің командадағы қыздарға да, мұғалімдерге, әріптестеріме айтамын, қалай өтсеңдер, солай өтіңдер. Бірақ жаңа бізде өзімізде жүйе бар, мынандай методикамен, мынандай стильмен жұмыс істейміз, бірақ қалай өткілерің келсе, солай өтсең. Оларда уже шектеу жоқ. Басында олар ойлады, мені шектейді деп, былай өту керексің, сөйтіп деп қатты контроль ұстайды деп ойлады да мені. Бірақ мен айттым сразу, жоқ, өздеріңе байланысты, қалай өткізсеңдер болды, маған тек қана результат керек. Маған студенттердің результаты, студенттердің вау деген сөздері ғана болады. Сондықтан да, егер де бұндай мотивацияға, шығармашылық мотивациясы сіздерде көбірек болатын болса, негізделген, шығармашылыққа негізделген, онда сіздер яғни более-менее немесе жаңағы фрилансқа кетуді ойлау керексіздер, бірақ сіздер жаңағы доминантты бастықтың қоластында жұмыс істеуге кішкене қиындау болуы мүмкін. Келесі ол 5-ші субтип, ол psychological motivation деп айтады, яғни психологияға негізделген мотивацияның түрі, ол қандай? Физиология, физиологикал деп жібердім ғой. Физиологияға негізделген, яғни бұл жерде біздің эволюциядан дамып келе жатқанымыздан тамақ, су, потребностьтен алғашқы жаңа қажеттіліктерімізді, құндылықтарымызды табуға, соларды жаңағы ынталандыруға жұмыс жасап жүреміз, қадам жасап жүреміз. Ең алғашқы деген жаңа тамақ, су ғой, ең алғашқы потребностьтар. Сол жұмыс жасау үшін, сол өмір сүру үшін біз жаңағы ынталандырамыз, жұмыс жасаймыз, оқимыз деген сияқты. Ең алғашқы потребностьтар.
Иә, дұрыс айтасыз. Бұл жерде ең маңыздысы жаңағы Маслоу пирамидасы сразу бұл жерде Иә, еске иә, түседі. иә. Өйткені ол жерде де жаңағы біздің негізі адамның бір нәрсені жасауы, мотивация қайдан келеді? Ол жаңағы қандай да бір қажеттіліктен келеді. Мысалға, егер де сіз мысалға су, я немесе киім, я немесе жаңағы тұратын жер, үй болуы мүмкін, немесе жаңағы ауырсаңыз, жаңағы денсаулыққа байланысты қандай да бір сондай бір физиологиялық жаңағы қажеттіліктерді өтеу үшін сіз мысалға не істейсіз? Бір өзіңізде бір мотивация болады. Мысалға, ешкімнің қарны аш жүре алмайды, қарны аш болғаннан кейін біз не істейміз? Значит, бізге ақша табу керек, оны барып алу керек. То есть бізге ешкім бар, сен қарның ашып тұр ғой деп ешкім түрткілемейді, өзіміз бара береміз. Қажеттіліктерден туындайды ғой, жаңа мотивация. Өзімізге қажет екен, сол үшін тұрамыз, орнымыздан тұрамыз, азына тұрамыз, жұмысқа барамыз деген сияқты бізді итермелейді. Дұрыс айтасыз. Окей. Келесі енді мотивацияның келесі түрі бұл жаңағы сыртқы мотивация. Сыртқы факторларға негізделген мотивацияның субтиптері, субтүрлері деп айтсақ болады. Бұл жерде енді мысалға кейде кейбір адамдарда ішкі мотивация өте аз болады. Ол адамдарға бір қайдан бір сыртқы факторлар әсер етуі мүмкін. Ол мотивация алып, бір қандай да бір іс-әрекетті соңына дейін жеткізу үшін ол адамға бір сыртқы факторлар әсер етуі мүмкін. Бұл жерде жаңағы ең бірінші түрі, бұл жаңағы ол incentive, motivation деп аталады. Ол қазақшасы марапаттау. Марапаттауға негізделген мотивация, ынталандыру деген сияқты марапаттау жаңа мотивациясы. Яғни қандай да бір сыйақы ретінде берілетін болса, ол адамды жаңағыдай мақсатқа жетуіне, белгілі бір нәтижеге, жақсы нәтижелерге жетуіне бірден бір көрсеткіш осы жаңа ынталандыру мотивациясы. Осы жақында осы тақырып бойынша зерттеу жүргіздім жаңағыда. Және де Америкада 89% компаниялар өздеріне осындай ынталандыру программаларын енгізген екен. 89% өте, яғни пайыз өте жақсы көрсеткіш, және де сол 89% организациялардың 70%-і 3 пен 6 программалар, 3 және 6 аралығында программалары бар екен. Яғни өз жұмысшыларын алға жетелеу мақсатында жақсы көрсеткіш көрсетсе, оларға жаңағы ынталандыру сыйақы беріледі екен. Өте жақсы деп ойлаймын. Керемет. Сол кезде жұмыскерлер де жақсы нәтиже көрсетеді, егер де осындай ынталандыру болатын болса да, әрине марапаттау. Бұл жерде адам бұл жерде процеске қатты көңіл бөлмейді. Бұл жерде тек қана мысалға айтады. Әсел, мынаны істе, біз саған мысалға мынанша нәрсе береміз. Немесе зарплатаңды көтереміз дейді. Сол кезде ғана бар. Анау істегім келмейтін қандай да бір жұмысты мен амал жоқ істеймін. Өйткені маған мынандай керемет бір марапат сыйақы соңында күтіп тұрғандықтан. Или мысалға мен кейде өзімнен де айта аламын, мысал ретінде. Мысалы, тренировкаға барған кезде, кейде барғым келмейді тренировкаға. Таңертең тұру өте для меня өзім кеш жататын болғаннан кейін таңертең тұру өте қиын. Сондықтан да жаңағы көзімді тырнап ашамда бар. Сол бару керексің. Сосын бара жатқан кезде ана кіретін кезде кіргің келмейді ғой. Кіргің келмейді, сосын жоқ, сен бару керексің. Сен осы жерде баршы деп миыммен келісіп алам. Миыммен келісіп жүреді қатты. Сен баршы, соны жасашы, содан кейін барып сен күшті тәтті нәрсе жейсің деп өзіңді алдап қоясың. Сен немесе жаңағы одан кейін жаңағы керемет банан жейсің, оның да дәмі тәтті ғой деп өзіңді алдайсың. То есть бұл жерде маған жаңағы енді мені өзімді мотивация беру үшін мен өзімнің миымды солай ғана алдап көндіру керекпін да. Сосын мен өлтіріп тұрып ана жерде тренировка жасаймын. Одан кейін үйге келгеннен кейін марапат ретінде жаңағы тәтті бір нәрсе жеуің мүмкінсің, немесе бананыңды жеуің мүмкінсің, все рахаттан, уже рахат. Организмге рахмет. Рахмет, сонша қиналғаның үшін деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде бірақ жаман, бұл жерде маған жаңағы жаттығудан көрік және сол тәтті нәрсені, кішкентай тәтті нәрсені жеу маған маңызды болып тұрады. Өзіңе рұқсат бересің да. Осыны істесем, мына кітапты оқысам, өзіме осындай нәрсе алуға рұқсат берем десеңіз. Ол артындағы қандай да бір жаңағы результат қой. Сый, марапат болуы мүмкін. Келесі түрі ол fear motivation, яғни қорқынышқа негізделген мотивация. Бұл біздің өте көп кездесетін сияқты, ол сияқты. Қорқыныштан жаңағы қорқып адамдар жаңағыдай болашағын ойлау арқасында жаңағыдай ақшалардың бір бөлігін депозитке салу ғой қазір ең көп таралған түрі. Қорқыныштан туындайды, бұл жаңа алдағы күнде не болады, жаңа ақша жинап қоя берейін, осылай сап қоя берейін деген сияқты. Бірақ оның бір пайдасы, ол сізде жиналған ақшаны саяхатқа жаратуыңыз мүмкін, не болмаса білімге құюыңыз мүмкін жаңағы. Оның плюсы да бар, плюстары да бар. Бірақ сіз қорқыныштан ақша жинауыңыз мүмкін, қой
кейін тағы не болады, на черный день деп айтамыз ғой Иә, жаңағы, иә. солай болуы да мүмкін. Не болмаса қорқыныштан, жаңағы мектепте болуы мүмкін, жұмыста, мектепте мысалы мұғалімдерден қорқып деген сияқты, балдар сабақ оқуы мүмкін деген сияқты. Не болмаса жұмыста да тоже бастықтан сөз естіп қалмайын, Иә. жақсы істейін осыны деген сияқты қорқыныштан барынша жақсы өзін көрсетуге тырысады кейбір жұмыскерлер. Яғни жақсы, нашар сөз естіп қалмайын деген сияқты. Ұятқа қалмайын дегендей. Қорқыныш эмоциясы бұл да алға жетелейді. Негізі, иә. Жақсы результат көрсетуге, яғни өте. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл жерде де өте маңызды. Мысалға, соңғы кезде қазір мысалы IELTS-ты бүкіл мұғалімдерден талап етіп жатыр, иә, бүкіл мектептерде. И ол мұғалімдердің өздері тапсырғысы келмейді оны. Қиналғаны бар ма, иә? Бірақ амал жоқтан ол курстарға жазылып, өздерін дамытып, деңгейлерін көтеріп, мысалға оқуға тырысады, өйткені жаңағы оларды жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Сондай қорқыныш бар. Жұмыстан шыққысы келмейді. Сондықтан да олар оқып, жаңағы білімдерін көтеріп, сөйтіп қорқыныштың әсерінен олар жаңағы мотивация алып, керісінше зато жақсы IELTS жақсы ғой. Егер жақсы дайындалса, иә. Деңгейлерін көтереді, IELTS тапсырады. Иә, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл қанша жерден жаңағы сыртқы фактор, кейде ол жаман деп осылай айтып жатады ғой, бірақ сонда да сыртқы фактордың да өзінің жаңағы жақсы жақтары, жағымды жерлері өте көп. Сол нәрсені де біз негізі еске алып жүруіміз керек. Иә, келесі біздегі мотивацияның түрі ол power motivation, иә. Ол туралы не айта аласыз? Жаңағы бұл жерде басқару деп айтсақ та болады, не болмаса күштеу десек те болады. Өйткені жаңа өзімізде ғой, өз бетімше дайындалсақ та болады осы ағылшынға. Иә, мысалы видеолар да көп қазір, бірақ бізді бақылап отыратын адам керек. Мысалы көп студенттерде сондай ғой жағдай. Жетелеп отыратын, алға көрсетіп отыратын, осы power motivation жаңағы күштеу мақсатында жаңағыдай жол көрсететін адам керек. Иә, біреулер мысалға өзін біреу контроль жасағанын ұнатады жаңағыдай. Біреу контролировать етіп, істедің ба, үй жұмысын істедің ба, ана жаттығуды істедің ба, кітапты оқыдың ба деген нәрсе керек кейбір адамдарға. Алға жету үшін, мақсаттарына, нәтижеге жету үшін бір адам басқарып отырғанын қалайды. Жаман, иә, негізі не өтеді ғой, позиция ребенкадағы адамдар сияқты ғой, жаңа күштің арқасында ғана істе. Десе ғана істейді. Бірақ кейде сондай керек қой өзімізге. Иә, кейде сондай керек. Сәуле істедің ба, сонда ертең істеймін деп жүреді. Иә, жаттаңдар деген кезде ғана жаттай бастайды, ата өз айқайламайынша жаттамайды, ешнәрсені істемейді. Өзінде де бір-екі сондай ситуация болған. Шынымен де ол бәріміздің басымыздан өтетін нәрсе ғой, шынымен де кейде. Осы жаңағы онлайнға көшпес бұрында сіз жазып тұрасыз, Сәуле, кәдімгі салсай, неғып жүрсің салсай, иә деп қойсын, сіз жазған соң ойбай салу керек деп, өзі тоже сондай ғой, басқару арқасында жаңағыдай. Иә, күшке негізделіп тұр ғой, бұл жерде мотивация. Сәуле, давай кәні видео, молодец, сен тағы да сал дейді. Мен одан қайта блокировать етіп тастаймын деген ой болған жоқ па сізде? Жоқ. Окей. Так, келесі мотивацияның түрі бұл қоғамдық, социальный, social motivation, қоғамдық. Бұл туралы не айта аламыз? Енді қазір көп жастардың арасында деп айтсам болады, олар бір әлеуметтік қоғамның сөздеріне тәуелді. И сол қоғамнан жаңағы бір сөз күтеді, жылулық күтеді, және сол қоғамға қабылдануына бір қабылданғысы келеді. И соған жету үшін жаңағыдай барын жасайды. Яғни бір қоғамда жаңағы өзін қабылданған кезде, яғни өзін сондай сенімді сезінеді. И бұл жақсы достық қарым-қатынасты да тудырады. Соның арқасында жаңағыда сол қоғамға сіңіп кетейін деген арқасында жақсы достық пайда болуы мүмкін. Иә, бұл жерде қоғам, ортаның әсері. Орта өте маңызды, өйткені жаңағы бірақ қазіргі кезде сол ортаға да тәуелділік бар, өте үлкен қатты тәуелділік бар. Және ол адамдар мен туралы не ойлайды? Мен туралы жақсы ойласа екен, мені сол қоғамның бір қауымдастықтың бір мүшесі ретінде қабылдаса екен, мен де сол дамушы ортада болсам екен деген сияқты сондай. Енді ол сол external motivation бір түрі ғой, шынымен де ол өзі адамдарға, опять же, ол жаңағы people pleasing дегенге келеді. People pleasing деген жағымпаздану, бірақ ол өзінде жоқ, бірақ сол жағымпаздану арқылы ол мотивацияға толып алады да, жаңағы бір қандай ол да бір жетістікке жетуі мүмкін. Ол да
жақсы, бірақ негізі. Бірақ бұл жерде мысалға, или мысалы сіз өзіңіздің коммуникационный навыктарыңызды мысалы дамытқыңыз келеді, немесе listening skillsыңызды тыңдау өнер ғой, негізі адамды тыңдай білуде өнер. Соны дамытқыңыз келеді. Не үшін? Өйткені мысалы жақсы әңгіме дүкен құра аласыз дегендей. Тек қана ол да сол жаңағы фактор. Сыртқы фактор сол жаңағы social motivation'ның әсері. Енді бұл жаңа мотивацияның түрлері өте көп. Бірақ әрқайсының енді өзінің көрініп тұрғандай бір жақсы жақтары да бар, жаман жақтары да бар. Енді бұларды біз өзіміздің өмірімізге қалай енгізе аламыз? Сіз осы туралы ойланып көрдіңіз бе? Негізі біздің студенттерде келеді, маған мотивация беріңізші деп келеді ғой. Мен түсінбеймін, қалай мен саған мотивация беремін? Мен саған мотивация бере алмаймын деймін де, мен мотиватор что ли? Ол мотивация ол өзіңізде болу керек қой. Ішкі мотивация. Олар ойлайды, мен мотивация беріңіз деген, ол жаңа мен бүйтіп айту керекпін, сен мықтысың, сен қолыңнан келеді деп сөйтіп айту керек. Ынталандыру ғой ол. Ынталандыру ғой, бірақ енді көбісі сөйтіп сұрап мотивацияның негізі табиғатын түсінбейді, не екенін. Сондықтан да мне кажется, олар жаңағы сондай мотивационный бір роликтерге жатып алған қазіргі жастарымыз. Енді ол жаңағы сырттан келетін ғой, енді роликтер, оның бәрі сырттан. Айттық жаңа, ол тек қысқа мерзімді болады сыртқы мотивация деген. Не болмаса орта. Ол үшін сіздің ішкі мотивация сізді жаңағыдай ұзақ мерзімді мақсаттарыңызға жетелейтін, ол ішкі мотивация. Енді осы мотивацияларды қалай біз өзіміздің өмірімізге ендіреміз? Енді бұл жерде қадамдар бар. Қандай қадамдар? Айтыңызшы маған. Бірінші қадам ол мақсатыңыз айқын болу керек. Яғни айқындап алу керек, сізге не қажет. Жаңағы бізге де оқушылар келген кезде мақсатыңыз қандай деп сұраймыз ғой. Ағылшын үйренудегі мақсатыңыз қандай? IELTS тапсыру, ұбт жаңа тапсыру деген сияқты, жұмысқа кірем деген сияқты әр мақсатына қарай уже студенттер де солай қарай өздеріне мақсат қойғанда жақсы жетеді, жеңіл жетеді деген сияқты. Еш қиналмастан демейді енді. Но мақсаты айқын болатын болса, сіздің оған жетуге деген пайызыңыз жоғарылайды. Келесі тағы да бір мықты қадамдардың бірі, мен ойлаймын, жария ету. Мен онлайн мұғалім болайын деп жатырмын. Күтіңіздер, қолдау күтіңіздер. Есе барлығы, Сәуле ханым блогер болып кетті. Бұл жариялы ету. Көбіз адамдар мысалға жария еткісі келмейді. Бірақ кейде болады, кейбір нәрсені жария етпей істегенде жақсы, егер де сен өзінің мықты құштарлығың, мотивацияң өзің ішінде ұрып тұрса. Ал егер де сіз өзіңіз сезсеңіз, маған бір сыртқы фактор маған қолдау керек деп. Ол кезде, конечно, лучше жариялаған дұрыс. Мен осындай жасайын деп жатырмын, қолдау жіберіңіздер мені. Көбісі солай ғой, жариялайды мақсаттарын. Осы айда осынша табамын деп айтады, и соған уже жетеді. Жеткен анаяқтан жазып тұрады ғой. Сәуле ханым қайда? Жетем деген едіңіз ғой деп. Қайда онлайн сабақтарыңыз? Сол үшін мен жарияладым. Сіз айттыңыз, жариялаңдар, айтыңдар жұртқа. Олар қақтан біледі сен онлайн берейін деп жатқаныңды. Жұртқа айту керек жаңағы мақсатыңды айқындап, осылай істейін деп жатырмын деген кезде ғана сізде жаңағы мотивацияңыз оянады ары қарай. Допамин көтеріледі. И оның үстіне қолдау ғой жаңағы. Барлық адамдардан қолдау келеді, и соның арқасында сізге алға жетелейді сізді. Қандай қадамдарды айтсақ болады осы мотивационный? Және де ма, жаңа сыйақы. Сыйақы жүйесін енгізу керек, бұл жақсы бір техникалардың бірі, жаңа өзіңізге сыйақы. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мен жаттығу жасаған кезде соңында жаңа сыйақы өзіме не алам деп. Осы тоже сондай. Мысалы, жаңағы бір левелді бітірем деп студенттер де өзіне қойса, содан кейін өзіме осындай әперем, өзімді де мысалы келтірсем, осы онлайнға ауыссам, MacBook сатып аламын деген едім. Осы жақында аламын, құдай қаласа. Супер. Тоже өзіме сыйақы сондай қойған едім, осы құдай қаласа, осы онлайнға көшіп атсам, өзіме MacBook аламын деп. Тоже осы сыйақының бір жаңа техникасы, системасы десек те болады. Өзіңді өзің марапаттау арқылы белгілі бір мақсатқа жету оңайырақ болады, егер де сіздің ешқандай қолдаушыңыз болмаса. Өзіңізге өзіңіз сөз бересіз. Жаңа кішкентай бір нәрсені, бұл жерде бір үлкен бір мақсатқа жету міндет емес. Мысалы, дәл кішкентай, мысалы, бір кітап оқыдыңыз, бір парақ оқыдыңыз, мысалға, бір нәрсені жаздыңыз, жаза алмай жүрсеңіз, бір сөйлем жаздыңыз, немесе блог бастай алмай жүрсеңіз, мысалға, блогты бастап кеттіңіз деген сияқты, бір хотя бы сторизге hello дегеннің өзі, соның өзіне сіз өзіңізге бір қандай да бір reward system деп айтады, жаңағы марапаттау жүйесін енгізіп қойсаңыз, сізге уже басқалардан қолдау да керек емес. Өзіңіз мотивацияға тойып алып жүре бересіз. Одан кейін тағы қандай өміріңізде қалай енгізсек? Бір күндіңізде болған бақытты сәттеріңізді жазу. Яғни бір күнде күнделікке, кімге көмектестіңіз,
кімге көмегіңіз тие алды және кімге күлкі сыйлай алдыңыз. Яғни сондай бақытты сәттеріңізді жазсаңыз болады. Ол да тоже сол мотивацияңызды, мынанша адамға көмектесе алыппын, осынша адамға күлкі сыйлаппын деген сияқты. Ол да сізді алға жетелеуге итермелейді. Иә, мысалға жетістіктеріңізді жазып шығасыз да. Мен мысалға мұны бүгін подкаст жаңаға жазып келдім. Иә, зона комфортынан шыға білдім деп өзіңізге жетістіктердің қатарына қосып қоясыз мысалға. Немесе мынандай мысалға студентке көмектестім, или мен мысалға туысқаныма былай көмектестім деп, оның барлығы бір сізге бір жаңағы өмір сүруге құштарлығыңызды көбейтеді. Былайынша елемейміз ғой күнделікті болып жатқан, бірақ жазған кезімізде біз байқаймыз, осындай нәрсе істеген екенмін, осындай істей алады екенмін деп, уже өзіңіздің кішігірім жетістіктеріңіз болса да, оны жазып қоюға тырысу керекпіз. Кейде біз елемейміз күнделікті өмірде жаңағы, но жазған кезде есімізге түседі, мынандай нәрсе істеппін, осылай істеппін деген сияқты тоже үлкен бір мотивацияға жетелейді бәрі тоже. Иә, керемет. Тағы қалай ендірсек болады осы жүйені өмірімізге? Одан кейін жаңа трекер істесек болады, яғни күнделікті мақсатымызға жаңадай. Алыс тапсырайын деп жатырмыз десек, күнделікті тик деп жаңадай істеп жүрсек болады өзімізге. Тоже жаңа мотивация ол бізге. Бүгін андай нәрсе істеппін. Мысалға, сіздің конечный счетыңыз IELTS-та мысалға 8-ден 0, 8-5 жинау керек. Бүгін reading-нан осынша алдым, listening-тан осынша алдым деп өзіңізге тоже трекер қылып жазып жүрсеңіз болады. Бұл тек қана ағылшынға ғана байланысты емес, ол кәдімгі күнделікті өмірге, мысалға 1,5 литр су ішу мысалға мақсат болатын болса, соны да жазып қоясыз. Өзіңізге жаңағы ремайндер ретінде есіңізге түсіріп тұрады. Бұл жаңа трек еткен негізі өте маңызды. Тағы да бір қадамдардың бірі өзіміздің өмірімізге енгізетін бұл жаңағы айтады ғой, stay active деп айтады. Яғни сіз активный болып, жан жақта бір түрлік жұмыс жасап жүрсеңіз, сізде мотивацияның төмен болуы мүмкін емес. Өйткені сіз шустер деп айтады ғой, шустер етіп, ананда тірлік істеп, мынаны істеп жүретін болсаңыз, сіздің мотивацияңыз жоғарылай бастайды. Яғни допамин көтеріледі бұл жерде. Сондықтан да бұл жерде өте маңызды адамның активный болуы, активный болу, жаңа жаттығу жасап деген сияқты. Жаттығудан бөлек сіз айтқандай, жан жақты болу керек. Яғни өзіңіздің қызығушылықтарыңызға да уақыт бөліп деген сияқты. Өзіңізді жан жақты дамытуға көңіл бөлу керексіз. Айтпақшы өткенде айттыңыз сіз, тағы да пианиноға жазылдым дедіңіз, жаңа айтқандай онлайнға өткеннен кейін яғни уақытымды жаңағыдай сабақтарымды реттестіріп қойғаннан кейін өзіме уақыт бөлді. Өзім сол үшін онлайнға ауыстым, өзіме уақыт бөлу үшін. И жаңағыдай түркше спикинг клубтарға жазылдым, жаңағыдай түркше. Полиглот, Сәуле ханым. Содан кейін жаңағы искусствоға жазылайын деп жатырмын. Тоже қарап жүрмін, сурет салуға тоже. И пианиноға жазылып қойдым. Бастаймын, Керемет. Енді ноталардан үйреп бастап жатырық, өйткені с нуля бәрін бастап өзіме сондай. Өзімнің ұнайтын хоббиларыма уақыт бөле бастап жатырмын. Онлайнға ауысқалы бері бір айдың ішінде жан жақты өзіме сондай хоббилар тауып, бос уақытымды құр өткізбейін деп. Бұл нәрсе сосын қайдан келді? Түсіндіріп өтейін кішкене тыңдармандарға. Өйткені сіз жаңа онлайнға өткенде келіскен кезде сіз менімен бөлістіңіз, басында қиын болды, үйрене алмадым, бір үйдің ішінде ешқайда шықпаймын, мотивациям төмендеп кетті дедіңіз, допаминнің мөлшері төмендеп кетті. И сондықтан да сіз айттыңыз, мен сол кезде айтқам, жаңағы бір нәрсемен айналысу керек, өйткені үйде отыра беруге болмайды. Менде сондай болды, алғашқы 1-2 апта мен депрессия болып кеттім, шынымды айтсам. Сабақтарымды жүйелі қоймағам ғой. Бірі шашыраңқы болған. Енді сабағым бітсе 1 сағат демасын, қайттан бір жаққа барып үлгермеймін да, физически үлгермеймін. Содан кейін үйде аздан кейін не болып кетті, онлайн бұндай болмайды деді. Мен өйтіп ойлаған жоқ едім ғой онлайн. Офлайн жұмыс істеп үйренгенмін, азында тұрамын, жұмысқа барамын. Бір активный образ бар еді менде. Ал үйде отырып қалдым онлайнда. Бір депрессия болды. Одан кейін барып келді, Сәуле, сен өзіңе уақыт бөле алмай кеттің ғой деп, и сабақтарымды реттестірдім. Азанға жинақтадым кешке, и түскі уақытқа менде босағаннан кейін жаңағы пианино, сурет салу сабақтары деген сияқты уже уақыт бөле бастадым. Керемет. Көзіме жаңағыдай театрға бару, киноға бару деген сияқты уже уақыт пайда болғаннан кейін энергия жинап, мотивациялық, тайм менеджментте өте қатты әсер еткен сияқты. Содан кейін уже өзіме уақыт бөліп, хоббиларыма, қызығушылықтарыма уже уақыт бөле бастаған кейін уже мотивация ойнады. Сәуле, молодец, ты в правильном пути, жақсы келе жатсың, сен осыны қалаған едің ғой деп. Керемет. То есть бұл жерде өзіңіз айтып өткенде өте
активный болу керексіз. Иә. Жұмыс жасап жүру керексіз. Міндетті түрде ол жай үйде жатып, Иә. немесе жаңа кроватьта жатқаннан сізге ешқандай мотивация келіп, біреу сізге басыңызға поқ өткізіп мотивацияны енгізбейді, Иә. Ол үшін сіз өзіңіз активный болу керексіз. Ол зерттеулер бойынша да ол жаңағы дәлелденген нәрсе, көп қимылдайтын адамның жаңағы мотивациясы жоғарырақ болады екен, и ол жоғарылай береді екен. Ал көп қимылдамай, жаңағы үйде жата беретін адамның мотивацияның деңгейі төмендей береді екен, и соңында ол еш нәрсе істегісі келмейді, жалқаулыққа көшеді екен. Сондай нәрсе бар. Тағы қандай қадамдарды айтсақ? Одан кейін дұрыс тамақтану, әрине. Ол да бір бөлшегі жаңағы сізді алға жетелейтін, яғни дұрыс тамақтансаңыз, денеңіз де, тәніңіз де сау болады. Денеңіз, тәніңіз сау болғаннан кейін сізде жаңағы энергияңыз да толып болады, и сіз алға қарай энергияңыз толып тұрса, дұрыс тамақтанып жүрсеңіз, яғни сізде неше түрлі идеялар келеді ойыңызға. Сондықтан дұрыс тамақтану керек. Дұрыс айтасыз, өте маңызды, өйткені негізі тамақ ол бізге жанармай ғой, негізі денемізге. Ол дене жаңағындай біздің негізі дененің не үшін жаратылғанын айтатын болсақ, ол қимылдау үшін. Ол жаңағы алдыңғы айтып өткен қадамға байланысты тікелей адам қимылдау үшін, активный жүру үшін адам дұрыс тамақтану керек. Яғни егер де бізде мысалы көп ұннан жасалған, немесе жаңағы майлы нәрселерді жеген сайын адам ұйқышыл келеді. Ол да дәлелденген нәрсе. Өздеріңіз естеріңізге түсіріп көріңіздер, тамақ жегеннен кейін бір ұйқыларыңыз келіп кетеді. Ол сол жаңағы карбохайдрат, жаңағы углеводтардың көптігінен де. Сондықтан да егер де біз дұрыс тамақта, ол жаман деген сөз емес, ол углеводтың. Просто дұрыс тамақтансақ, сол кезде бізде уже жаңағы көптеу энергия пайда болды, жанармайымыз дұрысынан болғаннан кейін біздің уже жұмыстарымызда күшіміз де көп болады. Күшіміз де көп болады. Соңғы идеялар келеді. Ары бері жүруге. Дұрыс айтасыз. Одан кейін тағы да қандай? Одан кейін және де соңғы қадамның бірі ол жаңағы не пайдалану? Бір приложение пайдалану. Яғни сіздің жаңағы хабитстарыңызға арналған болуы мүмкін. Хабитс деген дағды ма? Дағды, әдеттерге. Әдеттерге арналған жаңа ойын түрінде болуы мүмкін, ондай приложениялар жаңағы. И сол ойын түрінде сіз оны жасау арқылы тоже сыйақыға жетесіз. Мысалы, ол ойын түрінде сізге сыйақы берілуі мүмкін, не болмаса, әр деңгейге жеткен сайын сіз өзіңізде тоже мотивация аласыз. Осыны жасауға болады екен ғой деген сияқты. Менде болды ондай тоже тренировкаға жазылмайсыз бұрын пандемия кезінде мен жаңағы үйде отыра бердік қой бәріміз, жаңағы депрессия болып кете жаздадық. Жаңағы мотивация төмендеп кетті, выгорание болды дегендей көп нәрсе болды ғой. Сол кезде енді ол кезде фитнес клубтардың бәрі жабық, ол кезде мен жаңағы барып жүретінмін, зумбаға баратын, биге баратын, жаңағы тренировкаға баратын. И бір кезде еш нәрсе болмай қалды. Үйден шықпай қалдым. И сондықтан да мен не істедім, жаңағы тоже апс приложениелерді скачать етіп алдым өзіме, жүктеп алдым да, соның ішінде жаңағы күнде маған айтып тұрады. Так, сағат 9-да 9-да жасаймыз тренировка деп. Жарты сағат деп. Сөйтіп маған келеді. Сөйтіп мен деп тұрасың да, сосын жасай бастайсың, бірақ кейде өшіріп тастайсың. Ондай кездерде болды. Бірақ ол да негізі жұмыс істейді. Алға жетелейді тоже. Сондай аптар сізді бақылап отырады тоже. Бақылап отырады. Су іштім, менде одан кейін сумен проблема болды менде жаңағы. Стаканмен су ішу, прям тоже оны да белгілеп қойдым. Жаңағы су ішетін кезде уақытында маған су ішу керек деп, и мен барам да су ішем. То есть это тоже мотивирует адамға бір какой-то бір түрткі болады, барып сол стаканға суды құйып ішу. Сондықтан да бұл жерде ең маңыздысы белгілі бір осындай бір жаңағы baby степстер арқылы, жаңағы tiny степстер арқылы біз өзіміздің өмірімізге енгізе аламыз, өзімізді өзіміз шабыттандыра аламыз. Бірақ егер де өздеріңіз шабыттандыру, жаңағы мотивация беру өздеріңізге қиын болатын болса, онда енді өкінішке орай емес, онда плюстарын көрдік қой, ол кезде жаңағы сыртқы факторлар арқылы өзімізді мотивировать етуімізге болады екен. Бірақ жаңа айтып өткенде бұл жерде өзінің балансын ұстау керек, баланс болу керек, сыртқы және ішкі мотивация, сонымен қатар дисциплина әрине. Құр мотивациямен жаңағы сізді дисциплина да болу керек. Алысқа кетпейміз мотивациямен. Жаңа айттық қой, ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді болады мотивацияның өзі де. Сондықтан
жаңағы мотивациямен қоса сізде самодисциплина болу керек әрине. Иә. Белгілі бір мақсатқа жету Табандылық, үшін табандылық иә, болу керек, еңбекқорлық. қайсарлық болу керек. Иә, оның бәрі бірге болған кезде ғана сіз өзіңізге қажетті результатқа жетесіз, нәтижеге жетесіз, арманыңызға жетесіз. Иә, мотивация деген ол көпке бармайды ғой. Негізі түсіну керек, мотивация деген ол мысалы қазір сіз бір нәрсені көресіз де деп жанып кетесіз, о мен де өйстіп істегім келеді деп. Бірақ жаңағы істеу барысында сіз көптеген қиыншылықтарға тап боласыз, барьерлерге, лимиттерге тап боласыз. Сондықтан да сіз оны жаңағы жеңу барысында оған уже мотивация керек емес. Мотивация допамин бөлінді мида. Оны ары қарай алып кету үшін сізге не керек? Жаңағы табандылық керек, дисциплина керек, еңбекқорлық керек. Ол менің да жаңағы бір құндылықтарымның бірі, ол жаңағы еңбекқорлық, дисциплина. Мен өзімнің шәкірттеріме ол туралы тоже азаннан кешке шейін айтып отырамын, дисциплина болмай мотивацияға сенбеңдер деп. Потому что мотивация ол бірде бар, бірде жоқ. Ол бұрқ етіп шыға келді, жанып кетті, өшіп қалды. Сондықтан да жаңа айтады ғой, motivation doesn't last. Көпке дейін бармайды, иә, ол дисциплина все решает. Барлығына әсер ететін осы дисциплина. Сосын тағы да осы мотивация туралы айтатын болсақ, бұл тоже жаңа бірнеше рет айтып өттік, табиғатын көбісі түсінбейді. Мотивацияны бір мотивационный видеоларды көру деп ойлайды көбісі. Мотивация деген ол негізі дәлелденген то, что мотивация көбісі айтады, бірінші бір какой-то бір іс-әрекетті бастамас бұрын маған біреу бір мотивация беру керек деп ойлайды. Бірақ негізі зерттеулер бойынша мотивацияның негізі табиғаты ондай емес екен. Мысалға мен сол жаңа өзім рефлексия жасап отырған кезде, өткен кезде есіме түсті. Бұрында мен жаңағы ауылда шай демалысқа, ауылға әжем үйіне баратын. Каникулда. Иә, жазғы демалысқа. Сол кезде жазғы демалыс есімде жоқ әйтеуір. Сол кезде жаңағы құлпынайлар шығатын. Ол құлпынайлар жаңағы неде көрінбейді ғой, оны табу керексің. Сол маған әжем айтады, атам айтады, кеттік жинаймыз. Мен жинағым келмейді. Мен уже жаңағы дайын жегім келеді. Результат керек та маған. Айтады, жоқ, біз оны жинау керекпіз дейді. Оны іздеу қиын ғой, оны ашу керек. Айтады, әжем маған жаңағы күшті сол кезде жаңағы мотиватор ғой дейді әжем. Бүйтеді ғой, сен қазір біреуін тауып ал да, жеп көр, дәмін көр дейді. Сосын жаңағы дәмін көргеннен кейін дейді, жайлап дәмін көрсе, сен тауып алшы бірінші сосын дәмін көр дейді. Мен ана іздеу жүріп тауып алам да, көрем ол деген дәмі керемет. И соны білесің ғой, ана жаңағы жапырақтардың астында жаңағы мыңдаған емес, бірнеше жүздеген құлпынай бар екенін түсінесің да. И уже жаңағы сол дәмді қайтадан сезіну үшін мен жаңағыны іздей бастаймын ғой, құлпынай тағы да іздеп, ананы табасын, сөйтіп жинай бересің. То есть көрдіңіздер ме, бұл жерде менің айтайын дегенім, іс-әрекет қана, қандай да бір іс-әрекет қана мотивация. Сол мысалы бір қандай да бір іс-әрекетті жасайсыз, соның жаңағы результаттың нәтижесін көресіз, и соны сіз сезіндіңіз ғой, допамин бөлінді. Сіз бақыттан басыңыз айналып кетті, вау, не деген құлпынай, или жаңағы, вау, мен 7,5 алдым IELTS-тан деген сияқты бір қандай да бір күшті бір сезім келеді, немесе, о, мен спикер болдым деп, мысалы, бір жерде бір сезім келеді да. Бірақ и келесіде оны қайталау үшін соны еске түсу керексіз. Сол сезімді қайтадан сезгіңіз келгеннен кейін де сіз жаңағыны қайталауға дайын боласыз. Міне осы мотивация. Көбісі ойлайды, жаңа мотивация ол бір сөздер, іс-әрекеттің алдында келеді дейді. Жоқ, ең бірінші жаңағы іс-әрекет жасалынады. Сол іс-әрекеттен сіз нәтижені көресіз, көзіңіз жанады, рахаттанасыз, жаңағы қуаныш сезімі болады. Одан кейін барып сол сезімді қайтадан сезіну үшін сіз жаңағы уже сізге мотивация сол кезде. Сол сізге сол мотивация, сол сезімді қайтадан сезініп көру сізге мотивация сыйлайды екен. Бұл соңғы жаңағы дәлел зерттеу жұмыстарының нәтижесі осындай екен. То есть бұрында бүйтетін еді ғой, мотивация бірінші бересің, сосын барып іс-әрекет істеймін. Жоқ, ондай емес. Біріншісін жаңағыны еске түсіресің, қандай да бір өзіңнің нәтижеңді, табысыңды, қуанышты кезіңді еске түсіресің. Мен не істедім сол кезде? Мен мынаны істеген екенмін ғой. Сол сезімді қайтадан сезіну үшін адамда автоматически жаңағы қайталап жүреді. То есть бұл сондай өзі цикл, круг. Сондай нәрсе өте маңызды екен. Енді бүгін сол мотивация тақырыбын енді аштық деп ойлаймыз. Енді барынша енді бұны айтылған нәрселердің барлығын енді өзіңіздің өміріңіздің контекстіне бейімдеу керексіз. Өйткені әр адам әртүрлі. Бірақ менде де болады кейбір оқушылар, шәкірттерім, өзіміздің мұғалімдер, мысалы кейде жыл сайын жаңағы бір курсқа жазыла береді, ол бір деңгейге жаңағы 2-3 ай мотивациясы ұрып тұрады. Жаңа біреуден көреді ғой, о, там Сәуле ханым үйтіп жаңа 8 алып жатыр екен, ана жақтан жаңа 9 алып жатыр екен, Америкаға кетіп қалды деген көп жаңа мотивацияны, соны мотивация көреді, олар да жазылады. Бірақ ол жаңағы айтып өткендей сыртқы фактор әсер етті да, оны жаңа курсқа жазылуға. Ал ішінде бар, бірақ
несі какой-то Уақытша. от бар, алау бар, бірақ ол уақытша өшіп қалады, өйткені ол нәтижеге жету үшін самодисциплина керек, дисциплина керек. еңбекқорлық керек деген сияқты. И жаңағы сыртқы факторларға негізделген болғаннан кейін де оның жаңағы өшіп қалады. 2-3 айдан кейін қысқа мерзім сол ғой. Сондықтан да айтатын нәрсе бұл жерде ішкі мотивация ғана сізге соңына дейін әкеледі. Ішкі қажырлық, еңбекқорлық, ішкі мотивация ғана сізді соңына дейін жетелейді. Ал егер де сіз сыртқы факторларға сүйеніп, біреудің әңгімесіне сүйеніп жүре беретін болсаңыз, ол сізге бір 2-3 ай жүресіз, одан кейін тастап кетесіз, бітті. Сондықтан ішкі мотивацияңыз ішкі мотивацияны прокачивать ету керек. Сыртқы мотивация ол жақсы. Бірақ ол қысқа мерзімге. Мысалға, бір айдан кейін жаңағы мотивацияңыз өшіп қалады. Или бір айдан кейін мысалға мынандай сыйлық болады. Или бір айдан кейін мысалға зарплатаңызға 50 000 теңге қосылады. Сол сізге просто сол арақта бір айда өліп тіріліп жұмыс істеуге негіз болады сізге, а одан кейін сіз уже істегіңіз келмейді. Вот сол. Сондықтан да біз енді айтарымызды айттық, енді пайдалы болады деген үміттеміз. Сондықтан да енді Сәуле ханым бүгін бәрін ашып бергеніңізге, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Осы жерге Тым бөлек подкастының мәртебелі қонағы болып, уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сондықтан да егерде біздің подкастымыз, осы эпизодымыз пайдалы болып жатса, каналға жазылып, тіркеліп қойыңыздар, қоңырауды басып, все дегенді басып қойыңыздар, тіркеліңіздер. Сонымен қатар ең мықты, мәнді де мағыналы комментке Сәуле ханымның атынан мықты керемет сыйлығы бар. Және де өзім де Инстаграмда сіздерге айтқандай, менің атымнан да керемет сыйлық болады. Сондықтан да жазылып, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Рахмет. Күшті, осымен бітірдік деп ойлаймын. Вроде тез бітіріп тастаған сияқтымыз, айтатын нәрсені айттық қой. 45 минут болды ма? Күшті. Құтты болсын. Поздравляю вас. Қалай? Зона комфорттан шығалымыз ба? Білеймін, қобалжып кеткен сияқтымын басында. Қобалжып кеткен сияқтымын дейсіз бе? Енді нормально.